Аттаған жаламен талайды атқан 37-ші жылдардың салқыны жаңа Қазақстанда әлі есіп тұр. Атышулы Алтын Орданың атқарушы директоры Ермек Марқабаевтың қалтасына қасақана есірткі салғандар енді оны еш дәлелсіз соттамақ. Бұл малдың монологы. Арнаға жазды, лайк бас, біз бастаймыз. Қаңтар қырғыннан кейін Болаттан батпаңдап талай жыл басқарған Алтын Орданы тартып алғандай еді. Кезінде жендеттер атып кеткен қожайынның ұлына иелік өткенмен шакалдардың шайқасы онымен тоқтамады. Биыл маусымда көптің көзінше атқарушы директор Ермек Марқабаевтың қолын қайырып жерге жықты. Қалтасынан есірткі, көлігінен қару шықты деп жаһанға жар салған құзырлы орган әй-шайға қарамай жаба салды. Почему не будем снимать? Не снимайте, так официально не снимайте, пожалуйста. Вы же ему наркотики подкинули, все видели, так же нельзя делать. Кто? Я лично подкинул. Там они подкинули, я уже это сняла. Содан бері бақандай 5 ай өтті. Осы уақыт аралығында қожайыннан бұйрық алған иттей құйрығы бұратылған тергеушілер өтірік-іліктен өрмекшінің торын құруға тырысып бақты. Жаланы мойнына ілмек болғаны өз алдына айып тұрағындағы Ермектің көлігінің терезесін сындырып, ішіндегі қомақты қаржыны қолды қылған. То, в чем его обвиняют, это вообще абсурд. Его сейчас держат в Талдыкургане, в СИЗО, и жена вынуждена все время быть и там, и здесь одной ногой, там одной ногой, здесь с детьми. И вот это все сейчас очень сильно большая проблема для всей нашей семьи. Сот күні де жетті. Қаскелеңдегі сот отырысы әдегенде 10 деді, одан соң 11 деп айныды. Шындықты бүкпесіз жеткізуге келген қаумалаған камераны көргеннен қорыққан қорқаулар бір кезде сағат 3-ке шегерді. Сірә қарны ашқаннан кетіп қалар деген дәмелері болдау. Одан да түк шықпағасын амалсыз 5-те отырысы бастауларына тура келді. Оның өзінде қорғаушы тараптың келтірген дерегін пысқырмады. В ходе досудебного расследования были нарушены и допущены полицией многочисленные процессуальные нарушения в плане уголовного законодательства. Нас даже не ознакомили с обвинительным актом, лишили возможности активной линии защиты. И в целом, в связи с тем, что мы подавали большое количество ходатайств в адрес полиции, они решили просто передать дело в суд. Тергеу әділ өтсе, жасыратындары болмаса неге келтірген дәйекке жауап бермейді. Бұл былықты жоғардағылар білсе де естімегендей меңіреу отыр. Іштерінен мырс етіп қойып, адам өмірі бәске тігілген спектакльді алаңсыз тамашалап отырғандай. Әйтпесе заң үстемдік құрған зайырлы қоғамда мұндай сұмдыққа қалай жол беріледі? Сол сақшылардың өзі Ермектің қалтасына қалай есірткі салған дәлелдейтін видео болса да, оны елеп жатқан ешкім жоқ, қасақана білгісі келмейді. Ал бір азаматтың артында шеттей балалар мен жары, жақындары зарызлап қалғаны ешкімнің жанына батпайтын тасбауыр қоғамға айналғанымыз ба сонда? Бұл былықтың бетін алдағы шығарылымдарда ашамыз. Еде, бұл малдың монологы. Арнаға жазыл, пікір қалдыр, айтарымыз алда.